Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді әрі тойымды самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына үзбей көруіңізді сұраймын. Ең алдымен таза ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Сұйық майымызды құямыз, ерітілген сары майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз, бір дана жұмыртқамызды саламыз. Барлығы біркелкі араласқанша, тұзымызды ерігенше араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр егеміз. Дәл осындай тығыздықта болады қамырымыз. Бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Менде шегілген ет. Үстінен туралған картошкамызды саламыз, майдалап ұсақтап. Пиязымызды саламыз. Зіря саламыз. Дәміне қарай бір шай қасық. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзымыз еріп, сіңіп тұру үшін. Араластырып болған соң бір шетке қойып қоямыз. Қамырымызды аламыз. 5 бөлікке бөлеміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігін тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Қамырымызды домалақтап, зуалап қоямыз. Менің каналыма кіріп, аралап көрсеңіздер болады. Неше түрлі дәмді рецепттер бар. Қатпарлы лепешкілердің рецепттері бар. Хворостардың рецепттері бар. Қытырлақ өте дәмді пирогтардың рецепттері бар. Торттардың рецепттері бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымызды жайып аламыз, дәл осылай. 4 бөлікке бөлеміз қамырымызды. Бір шетіне осылай салмамызды саламыз. Өте дәмді әрі оңай, тойымды. Бір шетінен бастап, салмамыз сап болған соң ораймыз. Шет-шетін басамыз, қамырымыз жұп-жұмсақ, бір-біріне жабысады. Дәл мен көрсеткендей етіп, орап шығасыздар. Барлық самсамызды дәл осылай жасап аламыз. Табамызға саламыз. Бір дана жұмыртқамызды бетіне жағып шығамыз. Бетіне сән үшін мен жабыстырып шығамын. Қызып тұрған пеште 200 градуста
жарты сағатта пісіп шығады. Тоқтарыңызға байланысты. Өте дәмді, тойымды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Істеп көріңіз, ас болсын.